Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ұйғыр самсасының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен арнама тіркеліп, лайк басып мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын әзірлейміз. Ол үшін бізге 500 грамм ұн, 1 жұмыртқа, 2 жұмыртқаның сарысы, 100 грамм айран немесе қаймақ, 1 шай қасық тұз және де бөлме температурасындағы 250 грамм маргарин қажет болады. Менде щедрое лето маргарины. Сол бөлме температурасындағы маргаринді ұнымызға қосып, қолымызбен үгітіп аламыз. Бұл қамырдағы ең басты құпия, барлық ингредиенттерді грамм-граммен өлшеп салсаңыздар, ешқандай артық ұн, артық майды қажет етпейді. Сондықтан барлығын таразбен өлшеп салуларыңызды өтінемін. Ұн мен майды біріктіріп үгітіп алдық. Осындай масса шықты. Енді бөлек ыдыс алып, оған 2 жұмыртқаның сарысы және де 1 жұмыртқаны құйып, 1 шай қасық тұзымызды салып, 100 грамм айранды құйып, менде айран, сіздерде қаймақ болса қаймақта қоссаңыздар болады. Айранның орнына әрине. Одан самсаның дәмі өзгермейді. Енді тұз ерігенше араластырып аламыз. Біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін осы массаны жаңағы үгілмелі ұнымызға, қамырымызға құямыз. Қамыр илеп аламыз. Артық ұн қажет емес. Жақсылап илейміз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығуы керек. Міне жұмсақ, қолға жабыспайтын қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды целлофан пакетіне салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қалдырамыз. Минуттан кейін алып, қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Жұқа етіп жаямыз және де ертілген сары майымызды жағып шығамыз. Майды жағып алып, рулет етіп ораймыз. Рулет тәріздес қамырымызды домалақ етіп жинап алып, целлофан пакетіне салып,
бір түнге қалдырамыз, немесе тоңазытқыштың мұздатқышына, морозильникке 40 минутқа қалдырсаңыздар болады. Енді салмасын әзірлейміз. Мен 1 килограмм фаршқа 1 килограмм пияз қостым. Ет тартқыштан өткізіп жібердім, және де 1 ас қасық тұз, жарты ас қасық қара бұрыш қостым. Салмасы менде көп. Самсадан кейін пельмен әзірлейтін болғандықтан көп етіп дайындадым. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, осындай кішкентай бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Қатпарлы жағын кішкене қолымызбен езіп, оқтаудың көмегімен домалақ етіп жайып аламыз. Жайғанда ұн сеппейсіздер, дастарханға қолға жабыспайды. Осы домалаққа салмамызды салып, видеодағыдай өріп шығамыз. Менде 20 шақты самса шықты жаңағы қамырдан. Егер сізге көп қажет болса, онда ингредиенттерін 2 есе көбейтесіздер. Самсаларымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығып, кунжут немесе мак қоссаңыздар да сеуіп жерсеңіздер болады. Міне бізде дайын болды. Міндетті түрде жасап көріп, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Өте дәмді